Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен дәл осындай қошқар мүйіз құрағын тігетін боламыз. Менің видеоларым арасында қошқар мүйіз құрағы бар, бірақ та дәл осыған ұқсамайды, ол басқа түрі болатын. Қазіргі тиінде отырған құрағымыз мүлдем басқаша. Бізде ортасына қойылған квадратымыздың ортасында квадрат болатын болады. Четтеріндегі қошқар мүйіздің үлгісі мүлдем басқаша. Дәл осы қошқар мүйізді қазір сіздерге қалай тігу жолдарын тігіп көрсететін боламын. Керемет әдемі құрақ үлгісі. Дәл осы құрақты қазір тігетін боламыз. Құрақты тікпес бұрын сіздер менің YouTube арнама YouTube арнасына міндетті түрде тіркеліңіздер, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, қасында тұрған колокольчикті міндетті түрде баса кетіңіздер. Ең алғашқы шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Instagram, TikTok каналдарымның да сілтемелері бар. Міндетті түрде жазылып, лайктарыңызды басып, қолдап жүріңіздер. Дәл осы құрақты тігу үшін бізде мына жерде тұрған квадратымыз, осы квадраттан бастап тігетін боламыз. Ол квадратымыз біздің мінекей көлемі дәл осындай болады. Ал достар, тігуді бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қошқар мүйіздің екінші түрі. Дәл осындай бізге лента керек болады. Қызыл и көк цветіне керек болады. Қызылды мына төртбұрышының сыртынан айналдырып тігетін боламыз. Ал бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Менің тамағым кішкене ауырып тұр. Оған айып етпеңіздер. Дәл осындай квадратымызды қызылмен айналдырып тігіп шығамыз. Заклепка міндетті түрде береміз. Лентамыздың артығын кесіп алып тастаймыз. Келесі жағы бізде дәл осылай тігіп аламыз. Осы құрақ ұнап атқан болса, сіздерге бір айта кететін жаңалығым бар. Дәл осы құрақты тіккілеріңіз келсе, менің мастер-классыма қатыссаңыздар болады. Бүгін сіздерге мен тек қана тігу жолын көрсетемін. Жеке мастер-классыма қатыссаңыздар, бұл құраққа қанша мата кететінін, нешеден неше қылып кесетінімізді барлық жолдарын айтып үйрететін боламыз. Мастер-классымның бар жоғы 999 теңгеге үйретемін. Мың теңгеге кесемде болады. 1000 теңгеге тігу жол үйреніп алып, өздеріңіз үйден тігіп алсаңыздар болады. Бұның да артығын кесіп алып тастаймыз. Егжей-тегжей бәр жолын сіздерге айтып көрсететін боламын. Егер мастер-класс алам десеңіздер, менің видеоның астында менің сотовый номерім тұрады. Сол жерге жазып хабарлассаңыздар болады. Қалай тіккенде, қалай болатынын жолын түгел айтатын боламын.
кішкене бір қайырып қояйын, маған кедергі болып жатыр. Лентаның ені қанша болу керек, көлемі қанша болу керек, бұл құрақты көрпені тігу үшін соның бәрін жолдарын айтып үйрететін боламын. Менің номерімді видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен жауап беретін боламын. Осы уақытқа дейін бірталай құрақты тегін үйреттім. Енді шағын мастер-класс ұйымдастырсам ба деген ойдамын. Мінекей, бізде мына квадратымыз дайын болды. Ортасында тұратын квадратымыз дайын болды. Дәл осылай бұрыш болып тұрады. Осылай. Бір құрағымыздың ортасы дайын. Енді бізге мына көзді тігетін боламыз. Бізде мына қызыл құрағымыз дәл мінекей бізде қызыл тұр. Енді қасына көкті тігетін боламыз. Ерекше әдемі құрақ үлгісі. Бұл дайын болған кезде керемет әдемі көрінеді. Бұрынғы қазақи кез келген қазақтың үйінде қошқар мүйіз құрағы бар десем болады. Керемет әдемі үлгіде шығатын қошқар мүйіз құрағы. Қызыл мен көкті қосып алдық. Енді бізге мына жағына көк қосамыз. Артынан кесіп алып істейміз. Мына шетіндегі қызылды тігетін боламыз. Келесі жағына қызыл тігеміз. Мінекей біз былай тігіп алдық. Енді мына шетіне көк тігетін боламыз. Бұл қошқар мүйіз күрделі құрақ үлгісі. Тігіп отырғанда байқамасаңыздар шатастырып жібересіздер. Өте бір-біріне ұқсас. Тігу жолдары. Көздерін шатастырып алу әбден мүмкін.
Міне дәл осы көзін біз тігіп аяқтадық. Мінекей осылай тұрады. Енді кезек бізде мына көзді тігетін боламыз. Жанында тұрған. Дәл осылай тұрады. Мен ауыстырып алыптым. Міне бізде қазіргі қошқар мүйіздің үлгісі шықты. Енді бізге шеттеріне қоятын бұрышымыз бізде мынандай көк мата болады. Көк матаны былай бұрышқа қоямыз. Дәл осылай қойып тігіп аламыз. Мінекей. Ал өргі жағына бізде қазір қызыл мата болады. Дәл мына ортаға бізде мынандай қызыл квадрат керек болады. Сол квадратымызды мына жерге қойып тігетін боламыз. Дәл осылай болады. Міне достар, бізде құрағымыздың үлгісі толық шықты. Енді шетінен тігіп қосатын боламыз. Ал енді сіздермен мен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Кімде-кім менің YouTube пен Instagram парақшама жазылмаған болса, міндетті түрде жазыла кетіңіздер. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Инста парақша мен TikTok каналының парақшалары бар. Міндетті түрде жазыла кетіңіздер. Дәл осы құрақ көрпешемнің дайын үлгісін келесі видеода сіздерге көрсететін боламын. Сау болыңыздар.